Ұшақпен саяхаттауды жоспарлап жүрсіз бе? Бүгін біз сіздерге ұшақтың ішінде, сондай-ақ ұшып кету және ұшып келу әуежайларындағы қауіпсіздік ережелері туралы айтып береміз. Air Астананың басты басымдығы бұл жолаушылардың қауіпсіздігі. Ал бір ғана жолаушының деструктив әрекеті басқа жолаушыларға қолайсыздық туғызып, тіпті ұшақ қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін. Ұшаққа отырғанда ең алдымен орындық қалтасында тұрған қауіпсіздік нұсқаулығымен танысып, қауіпсіздік туралы демоны көріп шығыңыз. Экипаж нұсқауына бей-жай қарамауыңызды сұраймыз. Ұшаққа отырарда кезектен шықпауыңызды сұраймыз. Ересек адамдар мен кішкентай балалары бар ата-аналар ұшаққа кезектен тыс отыра алады. Бизнес-класс жолаушылары мен Nomad Club бағдарламасының алтын Гаухар карта егелеріне де бортқа басында отырғызу қолжетімді. Ұшаққа отырарда кептеліс болмауы үшін жолаушылардан өз орындарына барып, бірден отыруын сұраймыз. Жүгіңізді өз сөреңізге салып, басқа жолаушыларға кедергі келтірмей, талоныңыздағы орынға отыру керек. Кейбір сөрелерде құтқару құралдары болуы мүмкін. Сондықтан жүкті ол жерге салуға болмайды. Жүк салу ережесіне бей-жай қарамауыңызды сұраймыз. Өйткені дұрыс салынбаған жүк төтенше жағдайда құтқару құралдарын алуға кедергі келтіруі мүмкін. Өз сөреңізде орын таппасаңыз, борт серіктің көмегіне жүгінуіңізді сұраймыз. Біз сізге орын табуға көмектесеміз. Ұшу кезінде әуекомпания қызметкерлеріне және басқа жолаушыларға құрметпен қарауыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік ережелерін сақтамау, ұрсысу, балағат сөздер айту, жәбірлеу және қол көтеру борттағы деструктив қылыққа жатады. Ұшақ бортында өз алкоголіңізді ішуге тыйым салынған. Аталған ережелерді бұзған және тәртіпке бағынбаған жолаушылар жауапқа тартылады. Қылмыстық жауапкершілікке тартылуы да мүмкін. Ұшақта темекі тартуға қатаң тыйым салынған, себебі бұл әрекет өртке әкелуі мүмкін. Тәртіп бұзушы орналасқан елдің заңнамасына сәйкес айыппұл төлеуі керек. Ұшақ қонып жатқанда белдікті тағып отыру маңдайшасы сөнбегенше орныңыздан тұруға болмайды. Жолаушыларға рұқсат берілмейінше күту керек. Ережені бұзып, ұшақтан ерте шығуға ұмтылған жолаушы жарақат алуы әбден мүмкін. Қауіпсіздік ережесін сақтағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Сапарымызды жайлы әрі қауіпсіз өткізейік.